Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами бытия, то он, наверное, перестанет быть человеком. Саламатсыз ба? Кыргыз жерине куш келип турсуз. Биз азыр бардык көз карандысыз шериктеш мамлекеттин курамына кирген мамлекеттерде улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейи тою белгиленип атат да. Ошонун алкагында бүгүнкү күндөрү Ысык көл форуму, бул сиз жанында жүргөнсүз, 86 жылы, 1986 жылы башталган Ысык көл шеринеси деп, биз эгер кыргызча, казакча бул жакшы түшүнүктүү болот болуш керек. Анан Ысык көл форуму деп ошол дүйнө жүзүндөгү адабиятта, кинодо, саясатта жүргөн белгилүү адамдардын, инсандардын чогулуп дүйнөлүк көйгөйлөрдү талкууга алган бир жакшы жөрөлгө башталган болчу. Ошол 86 жылдан бери бул Айтматовдун өзү көзү бар кезинде бир-эки жолу өтүп калды, анан кийин бул уланбай калды да. Бунун себеби эмнеден болуп калды? Сиз жакын досу катары, жакын саналашы катары буга кандай көз карашта болдуңуз? Енді Айтматов экөөбүз дос болдук. Енді достукта журттар башкача көзбен карайды. Достук дегенimiz мүлде башка дүнүө. Нагыз дос болуу бул сана биигинде жолугуу, шыркау сана биигинде жолугуу. Маселен, менин бир ырым бар, сонда айтады, неге Абайда 5 эл бар, ал Пушкинде 113 кыз келинчек тусунан шуакшаша курчаган. Дон жуандык эмес бе бул? Аң-таң алия соган. Енді сол 113 қызбенен танысқан екен Пушкин. Сонда 113 мың қызбен танысса да, ол өзінің санасына сай келетін қыз таба алмайды оның ішінде. Өйткені Пушкиннің санасына сай келетін адам анда-санда біреу ғана. Сондықтан мен қайбір жылы Мәскеуде кездесу болды. Соны Айтматов екеумізбенен сонда маған сұрақ қойды. Осы махаббат деген не деп, қалай білесіз деп, махаббат деген не деп. Сонда мен айттым, осы 14 миллион халқы бар Мәскеуде 1000 пар махаббат жолықса үлкен жетістік дедім. Кейін ойлап қарасам, соны көп айтып қойып. Өйткені себебі 100 мың, 200 мың адамнан бір пар махаббат шықса, бұл үлкен жетістік. Білдіңіз ба? Махаббат дегенімізді, жұрттың бәрі үйленіп жатса, соның бәрі махаббат дейді. Жоқ, махаббат дегеніміз сырқау сана биігінде жолығу. Ал мен Айтматов екеумізбен, мен қаншама еркектермен достастым, таныстым, сырластым, бірақ Айтматов сияқты сана биігінде жолыққан адам болған жоқ. Айтматов кеткенмен мен жалғыз қалғандай жүрмін. Сондықтан екеуміз бірлесіп, мынау Қозбасындағы аңшының зары, ғасыр айрығындағы сырласу деген кітап жаздық. Бұл дүние жүзінің барлық сіз екеуіңіздің диалогыңыз басты тілдеріне қотарылды. Екеуміз бірлесіп Сократ еске өтуіне атты драма жаздық. Бұл 12 мемлекеттің сахнасында қойылды. Ал енді сондықтан Айтматов мүлде басқа жазушы, басқа сананың адамы. Сондықтан енді айтып жатыр ғой жұрттар, Айтматовтың шығармалары 191 тілге қотарылған екен. Көзі тірі кезінде осынша көп тілге аударылған бірде-бір жазушы жоқ екен бүт әлемде. Сондықтан мен Айтматов екеуміз мынау менің Германияның 12 қаласында кездесу болды. Сонда Айтматов мені 6 қалаға ертіп жүрді. Сонда немістердің
жас балаларына дейін барлық айтмақты жатқа біледі, өлеңдер, шығармаларын барлық оқыған, барлық өздерінің пікірлерін айтып жатты. Міне, сондықтан мен айтмақты мүлде басқаша деңгейдегі, ойлау деңгейі мүлде басқаша адам деп есептеймін. Ағай, сіз жана азыр өзіңіздің сөзіңізді айттыңыз, Айтматов экөөңүздөрдүн диалогуңуздар аркылуу жазылган Аскада калган аңчынын ыйы деген китепте ушундай бир диалог бар экен да. Сиздер казак элине дагы, кыргыз элине дагы бир жанакы улуттук балуулугун талкалаган башка чет элдин маданияты, салты кирип баратканын, ошонун ичинде биздин тилибизди, руханий дүйнөбүздү талкалап аткан кандайдыр бир башка мындай маданияттын кирип баратканын экөөңүздөр талкуу кылган экенсиздер. Муну ошол Чыңгыз хандын мисалында айтып, андан ага чейинки жанагы кыргыз казак элдериндеки жанагы ар кандай согушчул убактарды эскерип ушинтип айткан экенсиздер да. Айтматовдун көзү өткөнүнө бир топ жыл болду. Сиз андан бери мен андай адам жолуктура элекмин деп атасыз. Азыр эгерде сизде ушундай бир мүмкүнчүлүк болуп калса, Айтматов менен телефон аркылуу сүйлөшүү, же болбосо жолугуп, эмне жөнүндө айтат элеңиз? Эмне өзгөрүп алды? Мынадай бир Айтматов Белгияда элчи болуп иштеп турду. Мен ауылда осында болдум, кийин Казакстанда жұмыс істедім. Сонда 2 күннің бірінде телефон арқылы сөйлесіп тұратынбыз. Мен екі күн хабарласпай қалсақ, бірдеңені жоғалтып алғандай болды. Енді Айтматов кеткелі бері мен осында жалғыз күйде қалдым. Сондықтан екеуміз, мен мына Қазақстанның елшісі болып істеп жүрдім ғой осында. Сонда Айтматов үйені, ол маған келеді, мен оған барамын. Күнде жолғамыз. Сондықтан екеуміз сондай байланыста болдық. Ал енді сол Айтматов кеткелі бері жалғыз қалған адам, мен өте қиын жағдайда жүрмін қазір. Ағай, сіздің жаңағы Айтматов досыңыз менен жүрген күндерден бир аз эстесек та, сиздер жалпы адамзатқа тиешелүү көйгөйлөрдөн башка эмне жөнүндө сүйлөшүп элеңиздер? Махабат жөнүндө, үй бүлө жөнүндө? Барлық проблемалар бізде. Өйткені бірақ Айтматовты мынандай анау екеуміз көшеде мына жаққа жүреміз, мына жаққа шығамыз, сонда айтады. Мына жерде Бөбісара маған мынандай ой айтып еді. Мына жерде Бөбісара маған былай деп еді. Барлық жерде Бөбісараны айтады. Сонда бұның ең жақсы көретін аялы Бөбісара. Бөбісара Бешінәлиев. Иә, Бөбісараға кейін ескерткіш ашылды. Осында ескерткіш екеуміз де сөйледік. Мен де сөйледім, Айтматов та сөйледі. Сонда көзіне жас алып сөйледі Айтматов. Сондықтан енді Бөбісара өзі мамандығы бойынша балериналардың көпшілігі қазір кезеңде ойлау деңгейі төмен ғой. Бөбісара мүлде басқа адам болды. Басқа үлкен. Егер Бөбісара ырақтан қайтыс болды ғой. Айтпесе Айтматовтың тағдыры мүлде басқаша болған. Ағай, ақырғы сұрағым, сіз чарчап тұрат окшойсуз. Мен сізді көп қыйнабайын, бирок сіздің чыгармачылыгыңызды карап турсак, негизги басым койгон темаларыңыз бул гуманизм, салттуу демократия, анан кийин чынчылык менен намыскөйлүк. Ошондогу эң негизги улуттук баалуулуктар, өзгөчөлүктөр. Айтматовдуку да ушулар болчу. Эми азыр мына сиз келип катышып отурган 3-чү Ысык көл форуму 90 жылдыгына алкагында болуп аткан. Бул форумдун дагы негизги көтөргөн маселеси бүгүнкү күндүн маселелери. Бүгүнкү күндүн маселелери, негизги маселелери ошо сиздердин чыгармаңыздарда, сиздин досуңуздун жазган чыгармаларында бул кайсыл бир жылдары эле айтылган болчу. Ошондон бери эмне өзгөрдү? Қазір енді бүт әлемде материалдық байлық бірінші қатарда, спорт бірінші қатарда, содан жеңіл ырлар бірінші қатарда, жеңіл ырлар. Әнді ауандар, жеңіл ауандар бірінші қатарда. Бізде Қазақстанда телевизор басып қалсаңыз жеңіл ырлар. Бар сөздерінде өздері жасалады. Сондай. Содан кейін
осындай адамды адам ететін рухани байлық 60-70 қатарға сіңіп кетті. Сондықтан қазіргі біз адамды қалай сақтап қаламыз адам ретінде? Бұл қазіргі кезеңнің нөмірі бірінші проблемасы. Бірақ бұл қазір біз барлық жерде жаңа айттым ғой, материалдық байлықты бірінші қатарға, спортты бірінші қатарға шығардық, жеңіл әндерді бірінші қатарға шығардық. Ал адамды адам ететін рухани байлық керек болмай қалды. Міне осы мәселелерге біз бүкіл елдің назарын аударуымыз керек. Украина ақыны мындай бір сөз айтқан екен да, ұлттың қолбасшысы жоқ болып қалғанда, ал елдің қолбасшысы ақын болады деп. Ушундай көйгөйдө, ушундай маселеде, сиз айтып аткан бүгүнкү маселеде жазуучулар, акындар жол көрсөткөн шамчыраак боло алабы? Енді қазір кезеңде мына біздің Қазақстан жазушылар одағының 800-ден астам мүшесі бар екен. Соның 8-і ғана, 10 шақтысы ғана елдік ұлттық мүдде күресінде, тілдік мүдде күресінде, рухани мүдде күресінде бізбен бірге болған екен. Қалғанның барлығы ырымда жазады. Ұлт сақтауымыз керек, тілді сақтауымыз керек, сол үшін күресуіміз керек. Сізге келгенде бәрі жасырынып қалады, немесе столдың астына кіріп кетеді. Білдіңіз ба? Сөзі басқа, ісі басқа адамдар қаптап кетті. Сондықтан менің ұстанымым бар. Концепциям. Бұл бірнеше мемлекеттің адамдар қолдады. Кім шындығын жоғалтып алса, ақтық ақ, қараны қара деп айтудан қалса, яғни сөзі басқа, ісі басқа болса, ұлттық ғаламдық мүлігі тамыр жібере алмаса, пенделігі тек өзін емес қоғамында алдаса, ондай ақынның да, ғалымның да, саясаткердің де мазмұны даңқы далбаса. Сондықтан біз мен ақындардан да, жазушылардан да тек қана бір мәселеден табым. Шындық биігінен көріну керек. Шындық биігінен күресе алмаған ақынды, шындық биігінен күресе алмаған жазушыны мен жазушы деп те, ақын деп те есептемеймін. Акыркы суроом, сиздин бир айткан оюңуз бар экен, сөзүңүз бар экен. Чыңгыз Айтматовдун көз өткөндөн кийин айтылган ой окшойт. Чыңгыз Айтматов сыяктуу инсандар эми бардык түрк дүйнөсүндө, түрк тилдүү элдерде кайра жаралбайт деп. Onu кайсыл эмне себептен айттыңыз? Енді Айтматов ойлау деңгейі жағынан, сана биіктігі жағынан мүлде басқа адам болды. Бұндай адам бүкіл түрк әлемінде жоқ. Mesela қайбір жылы түркітілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем жазушысы деген сыйлықты Айтматовқа берді. Түркітілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны деген сыйлықты маған ғана берді. Екеумізге ғана берді. Сондықтан Айтматов қаншама мемлекеттің сыйлықтарын алды, қаншама сөйнекейін мен бар болған 120 мемлекеттің сыйлығын алдым. Бұл аз ба? Иә, 120. Сондықтан енді ол Айтматовтың жағдайы, ондай адам бұнда келуі, ол ілуде бір оқиға. Бүкіл түрк әлемінде Айтматов сияқты ойлайтын адам жоқ. Ағай, азыр сіз айтып отқандай, біз абдан мыравалық ылдыйкы деңгээлге түшүп калдык. Биринчи деңгээлге акча, байлык, материалдык балуулуктар чыгып калды деп айтып атасыз. Бул эң туура. Ушундай убакта биз казак, кыргыз дегеле түрк тилдүү элдери биригип, өзүбүздүн бири-бирибиздин аркабыздан жөлөк болуп, бири-бирибиздин маданиятыбызды сактап калууга салым кошуп, себеби биз челек бири-бирибизди түшүнгөн эл жок. Түрк тилдүү элдер. Ошол эле түрк элдери, ошол эле казак, ошол эле өзбек, ошол эле кыргыз. Ошол мүмкүнбү? Ушундай биригип Қазір енді мынау бүкіл елде, көп мемлекеттерде демократия, жемократияға айналып кетті. Ал депутаттардан көпшілігі жепутатқа айналып кетті. Экономика, жекономикаға айналып кетті. Сондықтан қазіргі кезеңде санаулы ғана адамдар бар. Үлкен деңгейде ойлай алатын, үлкен деңгейде бас қоса алатын. Соларға Құдай қуат берсін, сондай жігіттер көбейе берсін. Менің тілегім осы. Рахмат ағай сізге. Çok
Если человек перестанет думать о жизни и смерти, если он перестанет метаться между этими двумя полюсами бытия, то он, наверное, перестанет быть человеком.